Сондай актер осылай жүру керек. Актер, мысалы, сен қыз бала болсаң, как актриса ведейся, бүйтіп отырма, типа, өзіңді әдемі ұста, осанкаңды ұста. А мен адаммын, бүйтіп отырғым келеді, мысалы, мен шаршап тұрмын, иә? Жоқ, әдемі сөйле, сіз деп сөйле. Жігіттерге, мысалы, сен актерсың, ерекшелен, шашыңды өсір дейді. Сондай мұғалімдер де бар. Бәрін шашы өсіретін адам ба? Иә, сен обществодан ерекшеленуің керек. Құрметті достар, сіздерге өзімнің достарым ашқан керемет, әдемі, сапалы бұйымдар жасайтын Қазақ Білезік компаниясын ұсынғым келіп отыр. Бұл компанияда Қазақстанның ең мықты зергерлері жұмыс істейді. Сіздің қалауыңыз бойынша кез келген бұйымды жасап береді. Және ең бастысы 24 айға бөліп төлеу және 3 жылдық сапа сертификаты бар. Админанон подкастының көрермендеріне Нұрмахан 20 промокодымен 20% жеңілдік беріледі. Баршаға сәлем, бұл Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналы Админанон лайв подкасты. Келгендеріңе көп-көп рахмет, көргеніме өте қуаныштымын. Админанонның бүгінгі қонақтары менің досым, тоже подкастер Нұржан Еркінұлы. Және актриса Алмагүл Қазихан. Қош келіпсіңдер. Рахмет, сәлем. Қалайсыңдар, қыздар, жігіттер? Көргеніме қуаныштымын сендерді. Где мои друзья, где мои друзья? Келмей-ақ қойыңдар деп едім негізі. Менің әңгімемді күнде тыңдап жүрсіңдер деп. Они просто пришли поддержать меня. Өтпесе күлеміз деп. Давайте и... Рахмет. Мен сияқты екенсің, мен де өзім көрермендермен жүрем. Өзім күлкілерімді алып жүрем. Бірден көпшілікте сұрақ, мен енді афишада Разиюша деп жаздым ғой. Радиюша кішкене өзгеріп кетті деп қаншасыңдар? Разиюшаның келмеу себебі өздеріңде байқап жүрген шығарсыңдар. Қазір Разиюшаға қатты хейт жүріп жатыр. Сондықтан ол содан мазасызданып, осындай пока көрермендердің алдына шығудан былайша айтқанда бас тартты. Мен енді до конца күттім. Бірақ Нұржан деген досым бар. Мені әрдайым Лақабаты Разиюша заменитель. Кез келген ситуацияда осындай алып шығатын. Төлесе сразу. Көп рахмет, Нұржан. Да, оғаш жоқ. Көмектескенме қуаныштымын. Мен маған ешкім бұл жерде келмеді ғой, сондықтан енді мен сендердің алдарында ыңғайсызданып отырмын. Мен сендерге вообще керекпін ба, керек емеспін ба? Мен айтқан нәрсем сендерге қызық бола ма, қызық болмай ма деп отырмын да. Нұржан танитындар бар ғой, бәсе. Рахмет, рахмет. Перизат жоқ енді ол. Ол жоқ. Фанаттарың отыр ғой, көз тиеді дейді. Көз тиеді дейді, көз тиеді деп қойдық. Айтып берейін ба, бола бере ма? Қысқаша айтасың. Конечно, жоқ. Не үшін екенін, Не үшін Фея Перизатта Нұржан жоқ и қайтадан канал подкаст ашты. Мен Инстаграм парақшам бар, кішкентай ғана, бірақ уютный, сондай күшті парақша. Кіріп көрсеңдер болады, сол жақта айттым. Мен соңғы кезде, осы соңғы 3 ай ғой деймін, тәуелсіз болуға тырысып жатырмын. Жан жағынан, тіпті жұмыс бойынша да мейлінше аз адамға тәуелді болайын деп. Өйткені Фея Перизатта ол жақта мен жалғыз емеспін. Қуаныш Бейсековті білетін жарыстар, Кука сол жігітпен бірге жасалып жатқан нәрсе. Сондықтан да даже Кукаға да тәуелді болмайын деп өзімше былай кеттім. Фея Перизаттың сол жаңа сезонның алдында Кука хабарласып, давай түсірейік деп неғылған. Содан кейін бас тарттым, әрі-бері көндіруге тырысты, бірақ ол да түсінді енді. Себеп мүлде басқа ешқандай скандал болған жоқ, не жоқ, нормально араласамыз. Финансовый ешқандай жоқ, ешкімге қарыз емес, нормально. Сөйтіп өзім бір подкаст ашайын дедім да, аштым. Сонымен атын да көп ойладық, сөйтіп көз тиіп кетпесін деп көз тиеді деп қойдық. Көз тимеу үшін көз тиеді дедік. Сондай. Сол YouTube'та бар, ашып көрсеңдер болады. Қолдап қойыңдар, пікір жазып, комментарий қалдырып деген сияқты. Ол подкастың да локациясы осы радиуста. Қатты алыс жерде емес.
Иә, осы жерде тұрамыз бәріміз. Алма қалайсың жалпы? Күшті. Күшті. Иә. Сен бір сериалға түсіп келдің, иә? Веб сериалға. Иә, жазда. Жазда. По-моему, Июль, август, сентябрь. Ол қандай веб сериал? Сәлем. Сәлем, social media. Сәлемовский сериал. Алишер Утев режиссер. Документальный сериал, ол маньяктар туралы. 12 сериядан тұрады. Жалпы бізде мен негізі өзім сценарийді оқып отырып таң қалдым. Ондай темаға қызықпаған ғой негізі, потому что каждый серияда там маньяктар болады. Оның барлығы, оказывается, 90-шы жылдары осы Қазақстанда болған оқиғалар екен. Чикатилоға қатысты ма? Оған қатысты жоқ, осы Қазақстандағы там Ұзынағашта, Алматыда там. Иә. И оның барлығын жинап Алишер өзі сценарий жазған. И потом уже білетін адамдармен сөйлескен кезде, да, үлкен кісілермен сөйлесесің ғой, да, сол жылдары Казгуда сондай бір жігіт болған, Казгудың қыздарын яғни зорлап, сондай, потом өлтіріп деген сияқты барлығы өмірде болған оқиға. Сол бұйыртса осы ноябрьде шығады. 5:32 деген сериал. Разия келеді дедім ғой енді. Ол жаңа хейттің былайша кесірінен бас тартып отыр. И мен сол тақырыпты көтергім келіп тұр да, жалпы бізде обоснованно, не обоснованно, жалпы хейт бір адамды қатты жаңағыдай күйзеліске түсіріп жібереді да. Көп жағдайда енді біз жаңа осы сферада жүргеннен кейін саған да хейт жазылады, Нұржан саған да хейт жазылады. Мен де сол хейтпен өмір сүріп келе жатырмын да. Бірақ енді әр адам әртүрлі реакция білдіреді. Разияның реакциясын көріп отырсыңдар, иә? Осындай ситуацияда тіпті былай адамдардың алдына шығудан қорқып отыр да. Пока не надо деген сияқты басылғанша. Алма, сенде, мысалы үшін сен Гаккуде, мысалы үшін топтан жүргіздің. Маған қатты ұнады негізі. Мен өзім сондай телевидениедағы сондай чуть-чуть неформатный нәрсені жақсы көрем. Өзім өзгерте алмадым телевидение істеп жүріп. Бірақ Гаккуде сол кезде гейм-продюсер болған Мират Миятовқа айттым, өте жақсы шешім қабылдапсыңдар. Осындай Алманы ведущий қылып, енді көп нәрсенің, көп однотипный передачалардың ішінде сразу көзге түседі да. Дейсің да, чуть-чуть хулиганство ғой. Бірақ оған хейт болды. Сенің реакцияң қандай болды? Еще қандай хейт болды. Неше түрлісін жазды. Иногда болатын, даже мен всегда айтам, дайректке аудио сообщение жібереді, да? Өліп қал, сен сдохни деген сияқты. И мен жалпы ондай нәрсеге иммунитетім мықты. Маған ұнайды, наоборот. Мен қараймын да, иногда настроением болмаған кезде просто программалардың там комментарияларын оқып, просто настроение появляется. Күшті. Мен жалпы ондай нәрсеге Разюшаға да айтқам, қабылдама жүрегіңе. Халық, қазақта сөз бар ғой, бір сөз бар еді ғой, өзімше білем деп айтайын. Қазақта сөз көп жалпы. Қандай сөз? Айта сөздің атасы өледі дейді. Жоқ, ондай емес. В общем, не суть, ладно. Ол айтылады, кетеді. Главное, жүрекке қабылдамау керек. Енді Разюшаның өзінің реакциясы сондай болып тұр, әркімнің реакциясы әртүрлі ғой. Бірақ жалпы менің ойымша қазір хейт деген нәрсе үлкен проблема. Потому что общественность көптеген адамдардың тағдырын решать етіп жатыр. Потому что, мысалы, ондай нәрседен өз-өзіне қол жұмсаған адамдар да бар, общественный мнение, хейтін көтере алмай. Білесіздер ма, білмейсіздер ма, Константин Богомолов деген режиссер бар Россияда. Сол Собчактың күйеуі. Иә. Сол өткен жылы Европа, Россия 2.0 деген манифест жазған болатын. Жалпы общество туралы қазір. И сол жерде күшті жазылғанда қазір, это же война, типа, қазір адамдардың қолына дубинка беріп, немесе форма кигізіп қажет емес, просто гаджет бер, и они просто так убьют человека. Просто жоқ қыл жібереді деген сияқты. И ол негізі өте ауыр нәрсе. Қазіргі уақытта еще общественностьта
қатты прям главный болып бара жатқан нәрсе. Сен уже маған ұнамайды деп айта алмайсың да, потому что общество не дейді екен деп ойлап тұрасың. Мысалы маған мынау ұнайды деп айта алмайсың. Ну, смелый адамдар бар, которые айтатын өзінің мнениясын. Но в основном осылай айтсам қазір мен жамандап тастайды ғой. Каждый сөзіңе абай бол деген сияқты сондай нәрсе бар. Заманымыздың заңғар ақыны Зак айтқандай, кейде ойланам қару-жарақ неге керек деп дейтін өлең жолдар бар емес пе? Сол қазір TikTokта сол хейтке қатысты адамдар сондай реакция білдіріп жатыр да, тіпті өзінің семьясындағы, өзінің туыстарының арасынан хейт бар ғой, соған сондай тренд жүріп жатыр. Сіздің ойыңыз? Біріншіден, хейт деген сөз не мағына білдіреді? Хейт деген ағылшын тілінен аударғанда жек көру деген білдіреді, ненавидеть дейді ғой. Содан кейін хейттан бөлек буллинг деген нәрсені де ескеру керек. Ол келесі этап қой. Хейт бір нәрсе. Мысалға, хейт бір нәрсеге бір адам реакциясын білдірді өзінің, бір жағымсыз пікірін қалдырды деген бар. Ал қазір Разияға жазылып жатқан бұл хейт емес, бұл енді буллинг. Все против одного. Насилие. Яғни бұл да зорлықтың бір түрі. Эмоционалды зорлық бұл. Физикалық тұрғыда келіп бір салып қалғаннан да ауыр да негізі. Адамның жаны негізі өте нәзік келеді. Біз соны көп жағдайда біле бермейміз да, қарамай жазып қоямыз. Неше түрлі ауыр сөздерді айтып қоямыз. Сондықтан да жаңағы бұл жерде хейт жазатын адамдарды жамандаудың да қажеті жоқ, оларға қарсы хейт айтудың да қажеті жоқ, өйткені олар негізі жетісіп жүргеннен хейт жазып отқан жоқ. Хейт жазатындар көбіне бақытсыз адамдар, бір проблемалар бар, бір нәрсені шеше алмай жүрген, қазақсын тырнадан алады дейді. Сосын амал жоқ, көрген нәрсені соған барып хейт жазады. Негізі шын мәнінде ол жаңағы объектіні жек көріп тұрмауы мүмкін. Просто өзінің іште қайнап тұрған бір күйігін бір жерден шығарады. Солда оларды түсінуге болады, бірақ оларды түсінеміз деп былай хейтерлерге поддержка особо берудің де қажет жоқ та. Негізі айтады, сен орысша ты то, что транслируешь ты дейді ғой. Егер сен біреуге бір өте бір жаман бір нәрселер жазып жататын болсаң, значит сен өзің сондайсың сол моментте. И это тоже нормально, былайынша қарап тұрсаң. Сол шығарып жатқан нәрсең. Просто адам өз жазғаны қарап, өзі кішкене ойланса, неге мен былай жаздым деп кішкене өзінен іздесе ше, өз проблемаларын да шеше бастайды негізі. Жаңа кімнің сөзі бар ғой, Ғабит Мүсіреповтің, қателеспесем. Сен біреуге күйе жағу үшін өзіңде күйе болу керек дейді. Значит, сен күйіңмен бөлісіп жатсың да. Кейбіреулер еріп кетеді, өзінің ойда болмауы мүмкін да. Мысалға, біреу, условно говоря, бір ауылда тұрған нашар, қала күшті деп жазады ғой, біреулер хейт жазып жатады, соған кіреді да, соларға қосылып кетеді. Бір стадный инстинкт, ол өзінің жеке пікірі болмауы мүмкін. Біреуге еріп кетеді, ерме адамдар болады ше. Ол енді психикасы аса қатты бір қалыптаспаған кезде болып қалатын нәрсе. Кейін саналы түрде есейген адамның жазатын хейті сол өзінің ішкі проблемасы, ішкі күйзелісі, бір соның белгісі сияқты да. Жаңа хейт негізі басқалардан сәл ерекшеленетін адамдарға қатты жазылады ғой. Потому что ты никак все да. Сондай триггерлер да. Мысалға біреу слишком откровенно киінсе, соған жазады ғой. Сен жаңағы қазақтың қызы емессің ба деген сияқты ше. Ол ұлттың намысының себебі емес. Ол өзіне бере алмайтын бостандығы соның күйініші ғой негізі. Өзі сөйтіп жүре алмайды да, солай жүргендерді көре алмайды. Ол өзі де әлі түсінбейді. Негізі басты триггер солда, мен бұлай жүре алмаймын, бірақ мен бұны мен сияқты жүруге ықпал жасаймын, мәжбүрлеймін деген сияқты ше. Солай кетеді. Еще біздің
хейт деген нәрсеге жалпы елдегі социальное положение қатты влияет же. И мне кажется, Қазақстандағы медийный адамдар көп получают, потому что, ну, вы сами знаете, қандай положениедамыз, все недовольны, у всех кредиты, конечно, осылай келеді да адамдар интернетте өздерінің яғни шығара алмаған эмоцияларын, потому что это же безнаказанно. Сен приватный какой-то страницамен, аты жоқ страницамен біреуге просто жаман нәрсе жазасың, и саған наказание жоқ. И сенің түріңді де көрмейді. И вот эта вот безнаказанность, сол нәрсе адамдар, можно, оказывается, деген нәрсе, сондай право береді да. Ну еще, если сен осындай жол таңданба, будь готова, пожалуйста. Бәрі болады. Ол жағы да бар, иә. Да. Сосын мынандай нәрсе байға, кейде сол хейт жазғандарға жауап бересің ғой, бірден андай реакция болады. Мен жауап береді деп ойлаған жоқпын дейді. То есть, получается, сен жауап берсін деген чуть-чуть ниет жатыр да ар жақта ше. Мен сізді жақсы көремін, сіз сондай күшті актрисасыз деп. Иә, сондай переобуваются сразу. Өйткені мен бір ситуация білем, қателеспесем, кімге? Дильназ Ахмадиеваға жазған ғой. Жазғанда да сен типа ойғыр, сен андайсың, мұндайсың деген енді ұлтына тиіскен. Ол тауып алып сотқа апарған, сотқа берген. Сол кезде ана жылағанда мен вообще ойлаған жоқпын, типа оны оқиды деп ойлаған жоқпын, кешіріңізші деген сияқты. То есть, и ана жерде на месте, ну ладно деген не болған да. То есть, адамдар жазған нәрсесінің жауабы болатынын, оған жауапкершілік бар екенін біле бермейді негізі. Жаңа сен айтпақшы, безнаказанно сияқты. Мен көріп тұрған жоқпын, мен негімнің артында тұрғанымды деген сияқты. Я, ол да бар. Менде де сондай бір оқиға болған. Өткенде біреу мал деп жазып жіберіпті просто. Не үшін деп жазып жібердім. Сосын ой ағай кешіріңіз ана мына деп. Ой мал ағай кешіріңіз. Сөйтіп жіберді, содан кейін шай ішейік, аматтамын бірдеңе деп сөйтіп жазып жатыр. Сосын мен оған ренжімеймін, түсінемін, ол да бір мүмкін шынымен өзіне қаратқысы келді ма, болмаса бір нәрсесі бір жерім ұнамай қалды ма оған, соны бір айтқысы келді ма, мүмкін. Бірақ қалай болғанда да андай бір критика дейді ғой, бір андай конструктивті болады ғой, мына жер былай, себебі былай дейтін нәрселер болады ғой, ондай жоқ қой. Осының, оған ешкім уақыт жұмсағысы келмейді, просто хейти салады. Сосын ең бастысы бір нәрсені түсіну керек та, адам өмірде не нәрсе істесе де бәрін өзінің пайдасы үшін істейді екен да. Мен қазір психотерапиядамын, психотерапевтмен жұмыс жасап жүрмін, түсінгенім, әркімнің өзінің мотиві бар да. Кез келген нәрседе. Короче, мынау қайырымдылық деген нәрсе бар ғой. Біреуге көмектесу, жоқ, өзіне көмектесу негізі. Өзінің бір қажеттіліктерін сонымен жабады. Мен жамандай отқан жоқпын оны. Барлық эмоциялар негізі заңды дейді ғой, законны. Қызғанышта, жек көруде, ол бізде бар сезімдер. Біз солай жаралғанбыз, ол бар. Оны баса берудің де қажеті жоқ. Оны шығару керек, конечно. Бірақ анау түсіну керек та, әркім өзінің пайдасын іздеп тұрады любой моментте. Сен өзіңе мойындамауың мүмкін оны, бірақ түбіне келгенде сен түп санаңда өзіңнің мотивтерің тұрады да әр нәрсеге. Просто егер соған даже үңілетін болсаң, вообще керемет болады. Өзіңді түсіне бастайсың, ең бастысы өзін тани білу ғой, өзіңді тани білгенде сен уже ойланасың, біреуге хейт жазғанда неге жазып жатырмын, значит, маған мынау ұнамайды, неге ұнамайды, себебі мен мынаны істемеппін ғой, оказывается. И сонымен жұмыс істей бастайды деген сияқты. Кейбір ютубта болмаса вообще контенттердің астына комменттер жоқ қой, вообще хейт жоқ, негатив жоқ та. Өйткені олар басынан бастап сол дұрыс өзін позиционировать етті ма, сондай аудиторияға жұмыс істеді, болды. Сол аудиторияның бәрі мына жаққа жиналып қалды. Ну, олай да дұрыс емес қой, тек қана мнение бөлінген дұрыс қой. Жоқ, ол жерде мақтамайды. То есть мен айтып отырмын, тек қана нейтрально. Олар пікірін айтады. То есть, бүгін мынандай тақырып қозғалды, соған сол тақырыпқа қатысты пікірін айтады да, болды. Ал кейбір контентті қарасың, пікір жоқ, или жаппай мақтау, немесе даттау. Из крайности в крайность секіріп кетіп жатады да. Сондықтан меніңше контент жасаған кезде сол кімге, қай аудиторияға жұмыс істеймін деген нәрсені де белгілеп алу керек сияқты. Топта енді ведущий болған кезде сен сезіндің ба, мен осындай аудиторияға жұмыс істеп жатырмын? Ну, в основном подростки, наверное. Подростықтар примерно 15 жас пен 25 жастың аралығы шығар деп ойлаймын.
Содан еще сенде фан аккаунттар фан аккаунттар сенде 1.90-нан кейін Иә, көп пайдаланды. иә. 1.90 көрдіңдер ғой, 1.90. Достарың ғана көріпті. Рахмет. 1.90-ға түсті алма. Содан кейін сенде фан аккаунттар пайда болды. Жалпы оған сенің отношениең типа бас көздеме фанат болу. Жақсы, приятно же, конечно. Ол адам саған уақытын арнайды, видеолар жасайды, неше түрлі күнде жасайды, мысалы ше. Мысалы мен ондайға ерінем, то есть ондайға ерінем, ондайға уақытын жұмсамас едім. Ол кәдімгідей, значит, настолько сен оның өмірінде бір орын аласың, настолько саған деген какой-то бір сезімі бар, махаббаты бар, что уақытын бөліп сол страницаны жүргізеді. Это же хорошо. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Сен оған мастанып кетпейсің ба? Жоқ. Все, фан аккаунт. Жоқ па? Вообще. Сенде сонда хейтпен фанатствоға почти бір не, да? Нормальный нәрсе ғой, оның барлығы. Ол сен профессияға келдің бе, біл оның барлығы болатын. Оған деп даже подписчиктер көбейіп жатқан кезде, ну, окей, нормально, значит, солай болу керек. Хейт па? Нормально, окей. Как-то олай реагировать етпей еш нәрсеге. Сол жаңа 1.90-нан кейін сенде резко подписчик көбейді. Иә. И сол жаман негізі ше, аяқ астынан көп подписчик келіп қалады ғой. Кәдімгідей болады ғой, аяқ астынан үйге қонақ келіп қалады да, үйің таза емес ше, апыр топыр ше. Маған да бір күнде қанша, бір 5000 ба адам келе салды, біреу белгілеп жіберді. Содан, короче, телефонды алып ішін тазарттым ғой, ана нәскелерді кроваттың астына тығып деген сияқты анамнан тазартып қойдым да, бір сондай болады негізі. Вот маған, когда вот подписчик көбейген кезде мен андай үлгермей қалдым, потому что мен реакция беріп үлгермей қалдым, менде уақыт болмады да. Сен басқа съемкада жүрсің. Мен жұмыста жүрдім, там театрда не істеп жүрдім, да и просто видела там өсіп жатыр. И менен гөр жұрттың реакциясы күшті да. Сенде подписчигің мұнша болып кетіпті ғой, сенкі өсіп жатыр ғой, ё-моё, бірден. Ладно, окей, мен просто қараймын өсіп жатыр. И чё? Подписчик не береді маған. Сен бірдеңе енді оларға жасауың керек қой, контент деген сияқты. Ерінем мен честно, иногда тырысам бар емес пе, бірдеңе істеп, стористар салып, әдемі посттар істеп, ладно, меня хватает где-то 2 аптаға, содан кейін қойшы. И бірінші причина ерінем мен. Екінші причина иногда болады тандай көп нәрсені жариялай бергім келмейді да. Хочу, чтобы бірдеңе қалсын, енді өзімде тек достарым білетін, жақындарым білетін, а не так, вот я здесь, вот мен мынаны танимын, мынаны ішіп жатырмын, ана жақта жүріп жатырмын деген сияқты. Зачем людям это знать? Соны күтетіндер бар ғой. Жоқ, сол күтетіндер бар ғой, сөйтіп сұрайды ғой. Неге семьяңызды салмайсыз, бала шағаңызды неге салмайсыз? Вот, извини, енді сол күткендерін мен бере алмаймын өкінішке орай. Сол үшін отписаться ете береді. Аман бәрібір. Жоқ, маған қалатындар қалсын, мен арасында бір ай көрініп тұрам сол кезде, деп. Мен алманы подписчигің, по-моему, қанша? 3000 кезде ма? Иә. И то, что странно, дегенше, то, что странно, когда менде 3000 подписчик болды, мен активный болатын. Соны айтайын деп отырмын. Бәрін салатынмын ше, вот, қуатын, неше түрлі билер, ән айтып, прям активный болатын. Ақалай подписчик көйіп кетті, мен наоборот жауылып қалдым. Жанна екеуің прямой эфирде ән айтып беретін, концерт қоятын прямой эфирде. Ойлашы, мен сол концерттерді сағындым. Сен жауапкершіліктен кішкене қорқаншасың сол кезде. Көп адам болған сайын бір жауапкершілік сияқты сезінеді ғой. Мен түрсеймін, саласам, не ойлайды жұрт дейтін. Обычно сала бересің ғой мысалға, да? Нет, условно деймін да? Я. Просто шартты түрде. Сен бір нәрседе сала саласың, ал адам көбейгеннен кейін кішкене ойлана бастайсың, мынаны салсам қалай болады деген сияқты бір жауапкершілік. Типа адам аз кезде бұлар свои же деген сияқты не болады ғой. Сондай болады, өзімнің адамдарым ғой деген. Мен бір жаңағы страницаға подписанмын. Короче, 24-ші подписчик болдым жаңағы адамда. Сен масштабты түсіну үшін айтып жатырмын да, бүйтіп тырнағын салып қоя салғанда, тырнағымды алдым деп жазып қойыпты да. Рахат қой.
міне бостандық деймін да. Мен неге салмаймын сөйтіп, значит менде проблема бар, мен өзімді шектеймін, түсіндің ба, мен өзімді бір рамкаға тығып жіберемін да. Ана кісі де рахат кәдімгідей тырнағын сала салады, кәдімгідей кофе ішіп отыр ма, кофесін сүртіп сала салады. 2 лайк жинайды, ничего страшного. Зато от души өмір сүріп жатыр да. Жоқ, меніңше соған келіп тірелетін сияқты, жаңағыда лайк санына, просмотр, қанша реакция болды. Содан кейін білет та мына нәрсе бәрі аз жинайды ғой дейді да, салмайды. Сондай нәрсе ұнамайды маған мысалға жанымда адамдар бар, қазір салма, 9-дардың кезінде салсай дейді да. Сол кезде охват күшті болады дейді. Мен жарайды деймін да, бірақ іштей қаламаймын да оны. Ол мен жаңағы аутентичный, кішкене ерекше болам деген емес, просто зачем? 9, мен қазір салғым келіп тұр просто. Қазір менде сондай импульс, менде сондай желание, мен қазір сала салғым келеді да. Бірақ маған айтады, сен 9-дарда сал оны, 9,5-ді салсаң вообще күшті болады дейді. Сол кезде коммент көп болады деген сияқты. Еще маған біреу айтқан, что сенің инстаграмың вообще түсініксіз дейді да. Ну, сен андай өзің туралы айтпайсың, жазбайсың, там эмоцияларыңмен бөліспейсің деген сияқты. И сол үшін сенде, яғни, менеджер айтып жатыр да, там, может, реклама деген сияқты, смысловой нагрузка жоқ, адамдарға қызық ештеңе жоқ. Мен там могу бір фотканы салып, там бір сөз там жазып қоюға, там или вообще түсініксіз бірдеңелер жазуға. И сол өтпейді дейді да. Давай дейді да. Мен айтамын, мен олай істегім келмейді. Зачем менің қандай эмоцияда өмір сүріп жатқанымды, қайда туылғанымды, кіммен жүргенімді біліп, пожалуйста, менде мындай, мен көріңіздер, там творчество деген сияқты. Пожалуйста, егер мен туралы білгілеріңіз келсе, там подкаст бар, интервьюлар бар, кинолар бар, вот. А так, Инстаграм ол енді өмір ғой, не хочу. Жоқ, Инстаграм өмір ма сен үшін? Енді өмірдегі нәрсені көрсетесің ғой, там же ты не играешь, бар, который там образбен, Инстаграммен жүретін ше. В основном ты же өзіңсің ғой ол жақта. Инстаграмды сен монетизировать еткің келмейді. Жоқ, еріншекпін. В общем, барлығы тіреліп соған келіп тұр ғой еріне. Жалқаулыққа келіп. Жалқаулық. Жоқ, жалпы қазір, например, маған сендердің инстаграммен фанаттарың, сендердің инстаграмдарың ұнайды, маған қалай жүргізесіңдер, сендердің посттарыңмен прям бір сөзін қалдырмай оқимын, стористар, мен сен реакция жіберемін ғой саған. А маған неге жібермейсің? Мен лента сторис қарамаймын, бүгін Нұрмаханға айтқанмын, сол бір 2-3 айдың көлемі болды ғой деймін. Мен үшін біреу отырады, мойындаймын. Да? Мен үшін біреу отырады, иә. Мен салам да, әйелім отырады. Мен салам да, мен даже пост па мысалға тексті заметкеге жазам да, телеграмына жібере салам, сала сал деп. Өйткені информационный шум ғой, көп та, әр нәрсе, дава мен бузу неге ажырасып кетті. Сондай нәрсені ойлайтын болдым да, кейде жалғыз отқанда, сен не үшін керек деймін да маған ол. Сөйттім да, өзім қоя салдым. Это же подвиг, по идее. Вообще, 21-й ғасырда отказаться от Инстаграма, Нет, я не отказался, просто... ты же не листаешь. Не листаю, да. Вот видишь? Керек нәрсемді, мысалға, бір съемкеге бір адам керек па, спокойно кіріп, қарап, не істеп жатыр. Часами же не сидишь там. Часами не сижу, да. Молодец, давайте похлопаем. Тикток ше? Мен вообще тиктокта жоқпын. Жоқпын. Я герой. Бұл жерде жалғыз тикток аналитик ол мен. Жақсы ол негізі, Сен фанаттарың тартып алдың. Біздікілердің мен достарым ешқайсында тоже тикток жоқ. Да? Советую. Там, былай айтқанда, нағыз шынайылық қазір тиктокта. Вот интересно. Бәрі бар. Хейт те бар, фанатс та бар, но честность, да, как есть. Біз айтамыз ғой, мысалы үшін Инстаграм глянец, да, глянцевый журнал сияқты, бәрі тек қана әдемі, бәрі әдемі өмірін ғана көрсеткісі келеді Инстаграмға. Инстаграмға ешкім мал бағып жүрген салғысы келмейді, реально ше. Бар ғой сөйтіп көтерілгендер де. Ол тиктокта. Тиктоктан келгендер ғой. Мен сияқтан көргенмін. Пока бір жыл өткеннен кейін ба. Сондай әдеміліктен, былай айтқанда, жылтырақтан қашқан адамдар, олар қашқандар, немесе ол жылтыраққа кіре алмайтындар бар ғой. Реально ештеңе көрсете алмайды, былай қарасаң. Шетелге шықпайды, ақша тауып отқан жоқ,
барып Starbucks'тың ана бүйтіп атын жаздырып бүйтіп қоя алмайды ше, фото түсіре алмайды. ТикТокқа барады. Не дейді ана, перекус таксиста чек дейді да, кәдімгідей. Бишпакет жегенін, нанға май жағып жегенін соны көрсетеді. Алматыда кішкене жұмыс болмағаннан кейін Астанаға көшіп кеткендей сияқты ғой примерно, иә. Или ауылға қайтып кеткен сияқты. Маған да бару керек ау онда десе, Алматыда жүрмей жатыр тіршілік. Сен жоқсың ба ТикТокта? ТикТок менде бар ТикТок, бірақ қандай атым емес, номерлері да. Иә, ID, сосын мен не бір-екі футболға лайк басқам ғой, лентам бәрі футбол болып кетті, мен, короче. Ладно деп қоя салдым. Жоқ, мен жаңа мына бостандық айтып отырмыз ғой, еркін ойын, иә, өзі қалай бар солай көрсету деген нәрсеге келетін болсақ, ол нәрсе жаңа мен айтқанда ТикТокта. А че өмірде ше? Сол нәрсе өмірде... Обязательно бостандық табу үшін ТикТокқа кіру керек емес қой. Мен айтып жатқан жаңа самовыражение дейміз, не дейміз, сол жағынан, иә, через ТикТокты платформа қылып алып жатыр да адамдар. Жаңа Инстаграмның чересчур жылтырақтығынан шаршап, былайша айтқанда. ТикТокты площадка қылып алып жатыр. Мен жалпы тек қана ол емес, жаңа саған айтып отырмын ғой, эфирдегі жаңағыдай еркіндік маған ұнайды деп ше. Бізде сондай көбірек болу керек сияқты, чем бір типті немесе жаңағыдай серия масса дейміз ба, сондай болып кеткеннен гөрі әр адам өзі индивид қой. Сол өзінің бойындағы бір ерекшелігін қысылмай, ұялмай, біреу бүйтіп мынау бірдеңе деп қояды ау, ертең маған не дейді екен деп ойлай бермей, соны или транслировать етсін, просто өмірде де солай болса. Бізде мысалы үшін көп байқаймыз, Америкаға барғанда адамдар күліп жүреді дейді. Фальшивый болса да күледі дейді да. Бізде біреудің күлгенін көшеде көру үшін, білмеймін мен. Чуть-чуть не бар сәл. Бір жеңді ашыру керексің бе? В прямом смысле күлдіруің керек та, а так чуть-чуть сондай нелер бар, барьерлері бар. Мен саған келсем, ТикТок деген жақсы, ТикТок түсіріп жүрген адамдарға қызға қараймын. Қазір көшеде кетіп бара жатсаң, бұрынғыдай қатты қысылып не емес. Жастар спокойно тұрып, любой жерге тұрып билеп атады да, о, дейтін күшті. Жақсы деймін да, бірақ мынандай нәрсе бар тағы, мынау модный екен деп жаңағы әр нәрсеге жалпақтай да бергім келмейді. Өйткені мен бұл жерде адамдарды ойлаймын да, сол ТикТокты қолданатын адамдарды, не ол жерде, мен біраз таныстарым бар мысалға, танымалдарын айтатын болсам, сендер бетіне Ләйла Сұлтанқызының ТикТогын көріп қалдым. Мен Ләйланы өте қатты сыйлаймын, бірақ болмайды ау деп қалдым мына нәрсе. Өйткені мынау пионерлердің арасындағы Брежнев сияқты да, өзіне адам кішкене бүйтіп қарап, мынау маған келеді ау деп бүйтіп қарау қалады. Мен былай қарадым, ТикТок маған сәл келмейтін сияқты, сосын қоя салдым. Вот примерно солай. Жоқ, мен мысалы үшін ТикТокқа өзім осы админ аноның видеоларын саламын. Бірақ жаңа сен айтқандай трендтермен келсем, бізде жаңағыдай селебритиз дейміз ғой, танымал адамдар бар, өзінің шығармашылығы бар, бірақ ТикТокқа келген кезде ол сол шығармашылығын көрсету немесе жалпы өзін адам ретінде көрсеткеннен гөрі просто кейбір трендтерді қайталаумен кіріп келеді да ТикТокқа. И нелепо енді, реально. Да, бар. Даже не то, чтобы нелепо, жиркенішті көрінеді. Жоқ, рас қой. Я. Вот, думаешь, бір адамды, мысалы, как личность, как актриса, там, не знаю, певец ретінде жақсы көру мүмкін, да? Мне просто нравится творчество США, а вдруг бір какое-то видео всплывает ТикТоктан, либо там, мен ТикТокта отырман, Инстаграмнан шығады ғой ТикТоктың видеолары, и бір жерің, дейсің да, зачем? А енді сұрақ, сендер жалпы осы жерде отырған көрермендер бәріне сұрақ, сендер адамның өзімен оның шығармашылығын ажырата аласыңдар ма? Мысалға, шартты түрде бір Нұрлан Өнербаев дейік, иә, Нұрлан Өнербаев дауысы керемет, әндері керемет, иә, мысалға. Неге оны айттым? В общем, мен білем неге оны айтқан. Иә, мысалға дейік. Сол кісінің бір жағымсыз бір жақтарын байқап қалдыңдар, одан кейін әндерін тыңдай аласыңдар ма қайтадан? Ажырата аласыңдар ғой, значит, иә. Немесе керісінше бір жақсы адам, өте жақсы адам. Бірақ енді творчествосы енді айналайын да. Қоя ғой да, творчествосы. Бірақ оны жақсы адам ретінде сыйлай бересіңдер ма? Бізде негізі қай жылы, 2 жыл бұрын бізде театрда осындай спор болған.
там Чеховтың айтқаны бар, хороший актер должен быть хорошим человеком деген. И против тағы да бір ойы бар да, хороший человек не профессия деген. И сондай бізде дискуссия болып кетті да. Кто-то за, кто-то против, біреулер мына жақталды, біреулер мына жақталды. Мен сол кезде спорить еткен болатын. Нет, типа, қандай адам болса да, ол бәрібір сахнаға шығып, өзінің жұмысын істеп тұрса, болды, все, мен оның чисто творчествосына қараймын деген сияқты. А потом мен ол ойымнан айныдым, потому что, мысалы, кинода болсын, театрда болсын, жүресіңде адамның энергетикасы, адамның адамға деген отношениясы все-таки сенің полный впечатленияңа влияет ол. И сенің өзгеріп кетуі мүмкін ойың. Сенің ойың өзгеріп кетуі мүмкін. Оказывается, ол кәдімгідей септігін тигізеді екен. Общий впечатленияны қалыптастыруға, өмірде қандай екені. Мысалы, мен қатты қызығам, там артисттер бар ғой, когда творчествосын қатты сыйлайсың, өмірде көресің ғой, күшті впечатление алып қаласың. Какой светлый человек, какой открытый, прям андай. Жүзінен жылу төгіліп тұрады ғой, сондай кезде вдвойне жақсы көріп кетесің. А иногда болады, творчествосын сыйлайсың, көрген кезде адамдарға деген отношениясы безалаберный, безответственность бір, он тоже ішінде немаловажный фактор. Сондай нәрселерді көрген кезде мен, мысалы, адамға деген отношениям өзгеріп кетуі мүмкін. Творчествосына да. Вот, сол ғой, ол да бір өте қиын нәрсе. Мен бір кісінің музыкасын өте қатты жақсы көретін. Мысалы, өмірде просто кейбір моменттерін көріп қалдым да, өз көзіммен естіген емес. Содан кейін 1-2 ай тыңдай алмай жүрдім да, сосын кейін қабылдадым оны, сөйттім да, мен түсіндім, ол да адам ғой, ол да қателеседі. Сол күні мүмкін настроениесі болмаған шығар, сол күні мысалға әйелінен сөз естігенше бір нәрсе болған шығар, иә. Содан кейін солай жүрген шығар. Даже если ол сондай өмірде ондай адам болмаса да, бірақ музыкасын жақсы істеді ғой. Значит, мен тыңдай аламын, әрі қарай тыңдай беремін деп шештім да. Сондай нәрсе бар. Ну, күшті. Да. Ну, он понятно, дұрыс қой, негізі адам болғаннан кейін, каждый адамда адам минустары бар. Минустары бар, неше түрлі эмоциялар бар, шынымен настроениесі болмаған шығар деген сияқты. Ол понятно, я. Но пока у меня так устроено. Не, это тоже нормально. Да. Конечно, да. У меня же свой процесс. Мынандай нәрселер, мынандай, если творчестволық адамдарға айтатын болсақ, бір рөлді ойнаған соң, сол образынан шыға алмай жүретін адамдар болады ғой. Шыға алмай, өмірде де тура сондай да, чуть-чуть қуып кететіндер ше. Оларға қандай реакция білдірген дұрыс? Мысалы үшін, Алма, сенде. Шынайы, всегда шынайы реакция. Ешнәрсе жасырудан қажет жоқ, кейін өз бәрі проблем болады. Если мысалға сен қызғанып тұрсың ба? Сен қызғанғаныңды шығару керексің да, оны іште сақтап қалып, кейін ол ауру болып шығуы мүмкін да. Мысалы үшін мен миллионный блогерлерге қызғанышпен қарауым, это нормально? Конечно, это хорошо, да, это нормально. Законно. Сен адамсың ғой, сенде әртүрлі эмоция бар, әртүрлі сезімдер бар. Мен, короче, солай жаралғанбыз. Психолог па, қанша психотерапевтке бармаймын мен. Нұржанмен сөйлесем болды. Болмайды. Біз енді Алматы мен Астананы көп айтамыз. Жаңағыдай бәрі жұмыс, там асығып бара жатады. Барлығы там системно дейміз ба, бәрі по полочкам неғып жатыр жүріп. Сен мысалы үшін өткенде Түркістанға барып қайттың, иә? Мен өзім Түркістан облысынан болғанмен ол жаққа жиі бара бермеймін, бірақ сен кәдімгідей барып влог түсіріп қайттың. Барып рухани вакцина алып келдім. Сол жақта салып жатыр ма екен? Сол жақта кіре берген тұста. Мен былай айтайын, мен мысалға Алматыда көлігіммен жүргенде тереземді жауып алып жүрмін да. Неге дейсің ғой? Өйткені түтін, әртүрлі сондай жағымсыз иістер деген сияқты. Сигнал басады. Сөйтіп ойлап қарасам, кейін оказывается, мен өз туған жағымның ауасын қажет етіп жүр екен да, мына ауа маған жақпай жатыр екен да. Түркістанға уже жақындай бергенде терезені ашқан кезде, бір моментте былайше мен абсолют бақытты адам болдым да. Ана ауа Түркістан мен Қызылордаға орай негізі бірдей. Жаңағы ауаның өзі маған қатты әсер етті да. Содан кейін сол кезде еще қысқанда Мейрамбек Беспаевтың әнін тыңдап жатқанмын. Ауылға сәлем деген. Тыңдап көріңдер, мен сендерге кеңес берем.
Мейрамбекті көп тыңдай бермеймін, мойындаймын, бірақ мына ән топ. Ауылды сағыну, Алматыда жүрген адамның жаңағы проблемасы, негізі андай айтады ғой, бір боль бар нәрсе ол мықты болады деп, негізі через боль шығады ғой жақсы нәрселер. Бір адамның күйзелісі несі бәрі бар. Ауылға сәлем, тыңдап көріңдер. сөйтіп сол ойнап жатыр, кіріп келдім, сөйттім да келсем бәрі қазақ тілінде сөйлейді, бәрі өзіміздің ағайын. Мен бір отельге тоқтадым, сөйтіп жаңағы таңертең завтрак қой, таңғы ас, ана жерден бәрін алып отырып ішіп жей бересің ғой. Өйстіп бір столға жанымда оператор жігіт бар, сол екеуміз тамақ ішейін деп жатқанбыз ғой, тамақтарымды бүйтіп қойып жатырмын да, сөйтіп кофе алуға шықтым, бардым, бір 10 метрге алып келе жатсам, бір кісі, бір мужик ана жерге отырып алды да, үшінші болып ше, шай жоқ ана жерде, өзінен өзі ше, ана жақта 1000 миллиард орын бар бос, ол бірақ біздің қасымызға келіп сөйтіп отыра салды да. Алматыда болса кішкене, ой, менің жаңағы жеке шекарамды бұзды деп қабылдайсың ғой, кішкене, что он себе позволяет деген сияқты да. Ана жерде бәрі өте бір жақын болып көрінді, это родное что-то. Өзімізде кәдімгі қазақылық сондай ше. Бір қуандым даже соған. Сөйтіп отырып, о кісімен танысып, сөйтсең ол Түркістан облысының әкімі екен десе. Жоқ, қарапайым кісі, жаңағы домбыра жасайтын шебер екен. Сөйтіп отырып, өзінен өзі әңгімесін айтып, қызы бар екенін айтты, қызы екеуі келген, әйелі неде, Шымкентте, әңгімесін айтып жатыр да, сол кезде де өзімді күшті бақытты сезіндім, рахаттанып қалдым. Ал жалпы былай Түркістанның өзіне келетін болсақ, шынымен көп көшелерді жөндеп тастаған, керуен сарайдың көрген шығарсыңдар көбісін, шынымен бәрін жақсы жасап тастаған, кәдімгідей біздің елбасымыз Түркістанға баяғыда да бір жақсы көңілмен қарайтын еді ғой, 91-ші жылдары қиын кездері, мысалға соның өзінде жаңа кесене тұру керек, кесене болу керек деп соған көп жұмыс жасаған. Баяғыдан айтып жүретін Түркістан рухани астана деп баяғыдан. Сөйтіп жүретін. Қазір сол жұмысы одан сайын күшейген, соның бір нәтижесі өте жақсы. Халық кәдімгідей бәрі қуанышты, барлығы, енді мен кездестіргендердің көбісі риза, шынымен жұмыс болып жатыр, туристер келіп жатыр. Шынымен жұмыс көп ана жақта. Сосын кішкене тұрмыс түзеліп келе жатыр дейді, соң қуанып қалдым. Вообще негізі регионда адамдардың жаңа не дейміз, көңіл жағынан, қонақжайлық жағынан басқаша не байқаймыз ғой негізі. Біз өзіміз Алматы мен Астанада тұрғандықтан бәрібір орта әсер етеді негізі ше. Жылы бәрі жылы шыраймен қабылдайды. Басқа қалаға барған кезде сосын күшті күтіп алады ғой, бүкіл жұмыстарын қойып, и потом айтады, ренжит, біз Алматыға барған кезде ертең жоқ болып кетесіңдер ғой деп ше. Ол рас. Рас қой, шынымен. Оларға енді мысалы мен там съемкада жүрген кезде Балқашта болып, Қаратауда болдым, көңілі басқа да, сенің келгенің оларға кәдімгідей праздник. Дымдары қалмай, дастархандарын жайып, уақыттарын бөліп күтіп алады. Сосын енді бізде айту міндет қой, Алматыға келіңдер, күтіп аламыз деп. И олар біліп тұрады да, сендер съемка анау деп уақыттарың болмайды, білеміз ғой, жоқ болып кетесіңдер сендер. Рас қой? Түсінемін сендерді, түсінемін дейді. Сендер Алматының адамдары сондайсыңдар деген обидалар бар. Может, сол үлкен қалаларға тән не шығар енді жаңағыдай. Тұрмыс қатты. Екі жақтың былай өмірдің динамикасы, жылдамдығы, темпі әртүрлі ғой. Шынымен сол бір регион жақтарда уақыт сәл жай өтетін сияқты да. Бізде зуылдап жатыр ғой. Сен бір жеріне шығасың, бір жерге барып келесің. Қазір де мен мысалға осы отырғанда асығып отырмын. Бір жерге бүгін ана Ерке мен Эзидің альбомдарының презентациясы. Вот пробкасыз қазір жетіп алу. Екеуі бірге альбом жасап отыр ма? Бірге. Қарақат пен Қыдырәлі кезінде істеді солай. Жол бойлап отырмын, пробка болмай ма? Не, қалай жетем? Сол регионда ондай жоқ, спокойно, пробка особо жоқ, спокойно жүре бересің. Болады, еще талап қоямыз, келе жатырмын деп, сен қай число келе жатсың деп. Алдын ала айтып қой, бос болмауы мүмкін деп. Жоқ, еще мынандай не бар. Қашан қайтасың дейсің ғой? Келмей жатып қашан қайтасың, соған жоспарлағың келеді да? Соңғы болмаса сол предпоследний күнге туралайсың ғой. Оған шейін тірліктеріміз істеп алайын деп. Кешіріңдер достар. Бәріміздің маскамыз шешілді-ау. Маска деймін, мен ашық айтам. Ренжіме деп үлгірмей жатырмын деп ше. Сөйтем,
сен болмаса бар бір жерден тамақтана берсең мен саған жібере салайын деген кездер болды. Карточканы. Мен обычно жұмысқа шақырам. Типа енді жұмыстан шыға алмай жатсам, жұмысқа кел деймін да. Типа жұмыстың экскурсиясы ғой. Мына жерде, бізде мынада студия, мына жерде мынандай бар деп ше. Сондай. Мына столдар кішкене жылышта бер пока деп жұмыс бер жер. Ондай бар иә. Мен мысалы жаңа мына карантин басталды ғой бізде, пандемия басталған кезде каким-то образом ауылға барып қалдым. Негізі план басқаша еді. Сол ауылда 3 ай жатып қалдым ғой. Ми деген тап-таза болып қалды. Тып-тыныш. Тек қана жаңа ағаштардың, тауықтың, малдың дауысы, шу. И Алматыға келемін ғой. Бір апта андай болды. Шумнан вообще не в себе былайша айтқанда. Көшелерді шатастырып, неғып келдім деп ше. Қайтқың келді. Иә, реально сондай. Мен неғып жүрмін мына жақтан деген сияқты ше. Шум, қатты шум. Машинаның дауысынан бастап адамдардың сөйлегені. Вообще бір апта мен түсінбей жүрмін. Өмірдегі мақсатым не деп ше. Реально ойлана бастадым. Шынымен, может мен ана не дейді өзінің назначение дей ма, сондай ауыл шығар деп ше. Сондай тыныш жер. Сөйтіп енді бірақ үйреніп кеттік, мына жақта түсінесің, ақша табу үшін дейсің. Квартираға төлеу керек екен ғой дейсің. Былай ойлайсың ғой, Алматыда жүргеннен кейін басқа қалаға барып тұра алмаймын ау деп. Бірақ карантин үйретті, иә. Мысалы, мен де Ақтөбеде болдым, тұруға болады екен. Даже үйреніп қаласың. Қайта сен сол жақта туып өстің. Иә, үйреніп қаласың, уже кеткің келмейді. Алматы тоже сондай болды. Мен кіре сала темпқа кіре алмадым. Біраз қайтқым келіп, может қоям бәрін деп. Бәрін ба? Сіз бұрында футбол комментатор едіңіз, журналист, спорт журналист болып жүрдіңіз. Қайтып келмес болып жатқан. Қазір чисто хит ТВ әншілермен бірге жүріп, шоу-бизнеске кетіп қалдыңыз. Питвидің лицосы ғой, білмейсің бе? Жоқ, сондай жасайсыз. Түсіндім. Иә, естілмей қалғандарға сұрақты айта салайын. Бұрын спорт журналист болдыңыз, комментатор болдыңыз, қазір көбінесе шоу-бизнеске кетіп қалдың ба деген сияқты. Комментаторлық болды менде. Мен бір жыл демалып жатырмын. Білмеймін, мүмкін келесі жылы қайтып келетін шығармын. Осы жылы менде кішкене уақыт жетпей тұр да, сосын мен қазір уақытымды есептейтін болдым кішкене. Так, мен егер мына жұмысты алатын болсам, мына жұмысым кішкене сапасыздау болып қалады деймін да. Сөйтіп бас тарта салатын болдым. Ол бір, бірыңғай шоу-бизнеске кетіп қалдың ба дейтін сұрақ, білмеймін, бұрыннан шоу-бизнес деймін ғой. Жоқ. Бұрыннан кәмшаттың жанында жүр ғой. Бұрыннан жаңағы телевидение, жаңағы YouTube не жақта жүрмін, ол жұмыс, ол негізгі жұмыс. Комментатор қосымша жұмыс, кешке қарай таксовать ету керек деген сияқты. Примерно солай. Сен таксовать еткенің көбірек халыққа өтіп кеткен болып тұр ғой, чем былай. Әркімге әртүрлі негізі. Шақырып жатыр. Мына жақ болмай жатыр деп па? Жаңа ауылға қайту деген сияқты дема ғой. Иә. Сен сол жақта өзіңді еркін сезінесің. Иә, түсініп тұрмын. Жоқ, мен соңғы кезде жүрмін, қайтып оралам, бірақ мықты болып қайтып оралам. Қазір мен өзім неге кеттім? Мен шаршағаннан деп жүргенмін. Жоқ, мен шаршағаннан кетпеген екенмін. Мен негізі ол мамандыққа әлі дайын емес екенмін. Мен соны түсіндім. Әбден дайындалып келем. Сол кезде мүмкін күштірек болар. Бұғанға дейін нәтиже жақсырақ болып қалар деп. Ау? Головкин? I'll come back, guys. Сондай, I'll come back. Видеосурат, медийный личный салат. Қараңыздар, сіздер по жизни, да, стройте свое счастье. Делайте то, что хотите, и не делайте то, что не хотите, да? И же өздеріңіздің подписчиктеріңіздің ожиданиясын оправдать ету үшін Да. Мен бағанағы әңгімелерімнен уж понятно шығар жоқ екені. Мен не то, что подписчиктер, мен даже, мне кажется, ата-анамның желаниесін оправдать етіп жүрмеген сияқтымын. Потому что я негізі мындай нәрсе бар да всегда. Хотите, дейді, мы всегда говорим, хочу, я хочу это, я хочу. Но
мало кто задумывается, чего я не хочу деген сұрақты адам өзі аз қояды да. И менде өзімде бір жақсы қасиет бар, мен қаламаймын ба, істемеймін. Если я не хочу, то никто не заставит меня, то есть. И ол кажется, сол нәрсе күшті нәрсе сияқты. Ақша үшін де. Я, главное, я могу, типа, мен басқаларды алдау мүмкін. Басқа біреуге өтірік айту мүмкін, бірақ мен никогда өзіме өтірік айтып өзімді алдамаймын. Вот. Қосалып қойнар қандай керемет сөздер. Жоқ, шынымен бұл ішкі жаңағы күші, ішкі сүйеніші бар адамдардың айтатын сөзі ғой, молодец. Ризамын. Сіз медийный личность ретінде. Мен медийный личность ретінде. Мысалы үшін сен подкастты саған Фея Перизат қашан шығады, орал дегеннен кейін бастадың ба? Или шынымен ол жеке өзіңнің қалауыңмен басталды ма? Жоқ, жеке қалауымен, өйткені орал қайтадан шығар дегендер көп болды. Ол да негізі давление. Кәдімгідей жазады, сен оған жауап бересің. Ол да кішкене стресс, сіз ойнасың, блин, шығару керек еді деген сияқты. Біз қазір кино түсіріп жатырмық мысалға, бірақ сол моментте сен просто көріп қаласың да, жаңағыны сол ойдың жетегінде кетіп қаласың. Ол давить етеді кәдімгідей адамға. Негізі білінбейді, былай бір адамдарға жазып жібере саласыңдар ғой. Ол да проблема, деп ойланып қалады адам, не істеймін, мынаны түсіру керек еді деген сияқты ше. Сондай болады. Бірақ қазір енді шығып кетті ғой, әйтеуір уф деп жүрмін, бір проблемадан құтылдым деп. Менде мынандай нәрсе бар, менде жаңағы негізі кейбір подписчиктер түсінбей қалуы мүмкін да. Мен вообще олардың мынау шақыр, мынаны шақыр, ананы шақыр, болмаса мына былай істесейші деп көп айтады. Сен жүргізгенің чуть-чуть официально жүргізсейші дейді да. Мен осылай жүргізгім келеді. Мен жаңағыдай сен айтпақшы, мен өзімді алдағым келмейді. Мен өзімді алдап қойсам, мен ұйқытар алдын өзімді жеп тастаймын да, алдап қойсам. Маған ұйқы өте важны. Мен ұйықтамасам, вообще, ұйқым қанбай қалса, вот көресіңдер сол кезде. Мен сондықтан сол моментті ойлаймын мен. Вот қазір ұйықтаған кезде мен сразу ұйықтап кете аламын ба? Или вот жаңа кәдімгідей сонда күні бойғы мотивацияң сол ма сенің? Вот самый важный ұйықтар алдындағы. Ұйықтар алдындағы мен өзімді кешіре аламын ба? Өзімді алдағанымды кешіре аламын ба? Если жоқ болса, значит мен лучше өзім қалаған нәрсені жасайын. Если ол даже жаңағыдай көп табыса келмесе де дейтін нәрсе бар. Сол. Так, сұрақ. Не кажется ли, что хейтинг был естественный нәрсе? Например, когда сайт пост проектасы, пост жазды, пост шықты, астына комментарий разматывают, мынандай. Но егер мы статистикой жұмысек, біз көреміз, что примерно 30-10% от всех комментариев, которые люди пишут. А возможно ли так, что жаңағы сол 5-10% хейтеры, просто у них сегодня неудачный день, поругался с родителями, не получилось на работе. То есть на самом деле он реально хейтер ма, или под обстоятельством того, что весь 1% хейтинг, который всегда он есть, это естественный процесс общества. Жоқ, расымен де олар сен жоғалта алмайсың никогда. Они не исчезнут, были, будут. Вот. Просто каждый адам сол хейтқа деген отношениясын өзгертсе, қабылдамай, либо нормально қабылдап. И вот сол кезде екі жақтан конфликт көп болмайды деп ойлаймын. Олар аналарды принимать етеді, мыналарды принимать етеді деген сияқты. Екі жақтан да встречаға шығып. Негізі ешкімді өзгерте алмайсың, адамның өзі өзгермесе, біз қазір біреуге хейт жазба, сен біреудің жанын жаралайсың дегеннен ештеңе өзгермейді. Адам өзі келмесе оған. Наоборот, мысалы, мен айтып отырмын, маған ұнайды, менің өмірімді қызық қылады олар. Жоқ, не үшін жазба деймін оларға? Күшті ғой? Маған ұнайды, я кайфую. Біреулер хейттен зардап шегіп жүрсе, алма хейттен настроение көтеру үшін. Әркімнің әртүрлі реакциясы болады, ол да нормально. Мен мысалға нервничать етіп кетемін. Өйткені мен помню, сен айтасың, мен бұрын біз YouTube проект жасағанда сен айтасың, мен вообще оқымаймын из-за того, что мен көтере алмаймын оны. Мен рас ол, Нұрмахан айтамын, өзің оқыш комментарийді. Қазірде жанында жүрген адамдар өзің оқи сал деймін. Бір түзейтін жерлер болса, айт түзейміз деген сияқты да. Так ананың бәрін оқып, ана бүкіл сол грубо айтқан кезде бүкіл буқтықты бүйтіп басыма салғым келмейді, қыш деймін.
қашан ондай нәрсе өзімді қорғауға тырысамын. Иә, сен айтқан 5-10% бар ғой. Бізде жаңа хейттен өзіне көп алып қоятындар бар ғой. Солар, мне кажется, жаңа 90%-ке назар аудармайды да, бүкіл фокус жаңа 10% хейтке түсіп кетеді да, и как будто бәрі хейт етіп отқан сияқты, иә. Өз болады, оқып келе жатасың ғой, ана бәрі күшті деп жатыр, мынау былай деп жатыр, и ана бір көріп қаласың да, не жазады? Просто мүмкін сұрағым неде, может вопрос эгода шығар біздің, то, что біздің эгомыз өте үлкен, сондықтан біз сол 5%-ке көңіл бөлеміз. Хотя 90% вроде бы нейтрально, либо там положительно. Просто андай көп адамдардың судьбасын решать етіп жатқаны жаман да, мысалы, там сен актерсың, художниксың, и бір нәрсе өзің мненияңды айттың, вот жаңағы басталды, все против одного, и сен жұмысыңнан айырылып қаласың, немесе там өзі бар ғой, өз-өзіңе қол жұмсайсың деген сияқты. Сондай жағдайлар просто минусы да, а так вообще. Алмагүлге қатысты сұрақ. Давай. Алмагүл ханым, сізді киноларда барғанда көріп жатырмыз, театрға қашан келесіз? Иә, Алмагүл лаборатория 316 тәуелсіз театрының актрисасы, иә. Сосын бір сұрақ, кино или театр, Алмагүл? Негізі осы сұрақ жек көрем, кино или театр деген. Или дейтін сұрақтар ма? Иә, жоқ, кино ол басқа, театр басқа, екеуі екі түрлі нәрсе ғой. Бірақ екі жақтағылар бір-бірін, әсіресе театрдағылар киноны мойындамайды дейтін сондай темалар бар. Ну, знаешь, кімдер мойындамайды? Театрда жұмыс істейтін, бірақ киноға өтпей жүрген актерлар бар ғой, солар мойындамайды. Тоже эго ғой, видишь, қызғаныш деген, солар мойындамайды. Так, кинодағылар не үшін театрды мойындамайды, оны білмеймін. Театральный ойнап жатсың деген әңгімелер бар ғой, театр емес бұл деп. Ондай, енді ол театральный актерлардың қателіктері бар, ол жерде мойындау керек, расымен. Потому что менде, вот солай айтқан кезде, менде живой примерлар бар. Да, 4 жыл академияда оққан, дипломированный актер, но площадкаға келесінде дипломированный актер тұрады, и без образования актер тұрады, и без образования келген актер анадан 1000 есе органичнее и прям талантливо ойнап тұр да, сол кезде деп ойлам қаласың. Но хотя мен всегда айтам, типа, маған каждый адам өз профессиясымен жұмыс жасаған ұнайды. Там певцы пусть поют, актеры играют, фотограф фотографируют деген сияқты әңгімеші. И театр, так, қайыққа кетіп қалдым мен. Театрға қашан ораласыз? Жоқ, театрға қазір мен бізде репетиция жүріп жатыр, бірақ басқа театрдамын. Бұйыртса... Вот это новость! Премьера болады. Кстати, вот сол жерде біз қазір өте жақсы теманы алдық. Осы жаңағы травля, информационная война деген нәрсе қазір біз күнде сол туралы обсуждать етеміз, потому что вообще қазіргі Холивар деген спектакль, это, война, типа. Сол әлемдегі барлық проблема, зачем воевать деген сұрақ қойып жатырмыз. Обществоға вообще. Там все темы есть. Артишок па? Жоқ, Бата деген театр. Бата? Вот тоже сол жерде, типа, это естественный нәрсе, типа, жақсы нәрсе бар, жаман нәрсе бар, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Сол үшін бір-бірімізбен не үшін қырыламыз деген сияқты. Вот, келіңіздер, если что. Мен сұрақ қойып жүрмін жаңағы кино либо театрда жүргенде театральный 4 жыл бітірген академиктер хуже ойнайды. Сол не үшін? Да, вот жақсы сұрақ, потому что бізде академияда қазір көп актерларды рамкаға тығып тастайды. Вот сол маған иногда жалко вот академияға түсетін балаларды, потому что... Қандай рамкаға? Ондай әңгіме бар, актер деген мынандай болу керек деген. Кім айтты актер ондай болу керек деп? Сондай, актер осылай жүру керек. Актер, мысалы, сен қыз бала болсаң, как актриса видесе, бүйтіп отырма, типа, өзіңді әдемі ұста, осанкаңды ұста. Мен адаммын, бүйтіп отырғым келеді, мысалы, шаршап тұрмын, иә? Жоқ, әдемі сөйле, сіз деп сөйле. Жігіттерге, мысалы, сен актерсың, ерекшелен, шашыңды өсір дейді. Сондай мұғалімдер де бар. Бәрін шашы өсіретін адам ба? Иә, сен обществодан ерекшеленуің керек. Кім айтты олай, мысалы? Актер болсаң, сен актерсың, значит, адам емессің, ше?
ал адам актер деген бір нәрсе ғой, сен неше түрлі эмоцияларың бар. И сол үшін, когда адамды осылай рамкаға тыға бастаған кезде, естественно, адам свободасы кетеді. Свобода болмаған жерде личность болмайды. Личность болмаған жерде жақсы актер болмайды деп ойлаймын. Мынандай нәрсе ма, типа сен актерсың, мынау адамдар, актерлар чуть-чуть не жерде жоғарыдамыз. Типа мы избранные деген әңгіме бар да. Сосын неде дауысты да қойып тастайды, көбісінің дауыстары бірдей болып қалады. Мысалға сен келесің, бір оңтүстік жақтан кішкене жіңішке сөйлейтін адам болып келесің да, саған айтады, көтер деме, көтер деп сөйле. Бұрын біз солай сөйлегенбіз, солай дұрыс. Сондай рамкаларға шынымен актерлар тығып тастайды. Москваға барған кезде МХАТта болдық та. МХАТ деген, яғни театральный школа болдық. Сол ең бірінші Москваға барған күні біз 4-ші курсын вокалдан экзамен болды да. И вот сол кезде мен аузым кәдімгідей под впечатлением болдым, потому что олардың профессионализм бізде өйтіп үйретпейді. Вообще үйретпейді. Вот 4-ші курсын актерлары біздің любой қазір театрда 40-30 жыл істеп жүрген актерлардың бәрін орап алады. Потому что, смотрите, олар вокалдан экзамен тапсырып жатыр. Бізде вокалдан экзамен қалай болады? Сахнада ақ скатерть жайып қояды, жюрилар отырады, бүйтіп алып тыңдайды да. Сен ауыл жақта кім мына жерде главный, кім қарап отыр, мұғалім қайда білмейсің, потому что біреулер полда отыр, біреулер отыр. И аналарда свобода бар, госэкзамен вокалдан. И бір актер шықты да айтады, давайте біз студент, біз қарнымыз ашты, тамақ жоқ, қазір біз сендерге ән айтамыз, пожалуйста, бізге ақша жинап беріңдерші. Госэкзамен, біз қазір общий ән айтамыз, ақша жинап беріңдерші. Это шляпаны ортаға қойды и просто так собрали деньги. Ондай істеп көр бізде, вот неден басталады. И профессионалдық жағынан қарайтын болсақ, бәрі, мысалы, инструментте ойнап отыр да, бір әнді айтады, біреу гитарада тұрды, келесі актер келеді да, гитараға отыра салады да, барабанға барады. И бәрі инструментте ойнайды, бүкіл инструментте. Олардың школасы мықты, бізде даже сабақтар дұрыс өтпейді ғой. Мұғалімдер, сенің мастерің кім? Мысалы, үлкен мэтр, біреу, айтпай-ақ қояйық атын. Сен мақтанасың, мен осы кісіде оқимын деп, ол айына бір келеді, или жарты жылда бір келеді. Өмірі театрда істеп көрмеген, типа второй мастер деген нәрселер адамдар бар да, и өмірі театрда істеп көрмеген, театрдың иісін сезіп көрмеген адам саған келеді, актерский береді. Ол опыт болу керек қой сенде бірдеңе беру үшін. Мысалы, мен үйретемін да, тігуді үйретем, мен өзім тікпесем қалай үйретем? Вот сондай сияқты мәселе. Вообще академияны полностью өзгерту керек. Бүкіл системасын, мен больді айтып тастаған, вот. Жоқ, дұрыс. Жоқ, сондықтан да жаңа мынандай әңгіме бар ғой, қазақстандық телеарналардағы сериалдар сияқты ойнамашы дейтінші, жаңағыдай рамкаға тығылып, немесе сол жердің өзінің шектеулері бар, сөйтеді дағыны. Оған жанр ретінде қарау керек сияқты. Уже ма? Жанр казахстанского сериала. Шынымен, бір жанр ретінде қарасаң, нормально. Просто әр нәрсені көргенде, тыңдағанда, бір белгілі бір контентті тұтынғанда, ана бірінші критикті өшірсең, іштегі ше, сол кезде кішкене басқаша қабылдайсың негізі. Ал бірден басынан бастап так деп отырып бүйтіп қарағанда по-любому минустар іздейсің да. Негізі Нұржанның мамандығы театр сыншысы. Неге сендер мынандай тақырыптарды қозғамайсыңдар дейді подкасттарда мысалға. Мен сондай адамдарға ерінбей ссылкаларын жіберем, мысалға жаңағы Парасат майданы, Сана деген бағдарлама. Міне айтылды сол жақта, соны көр деймін. Өйткені аналардың просмотрлары 100-200 просмотр да. Сен көр деймін, көрмейді бірақ. Жоқ, ол мысалы мен жаңағы негізі таңдау бар адамда, не көремін десе де. Сондай тақырыптарды маған да ұсынады ғой. Бірақ мен айтамын да, мен өзім оған деңгейім жетпейді деймін да. Мысалы Парасат майданында айтылатын әңгімелерде мен ондай тақырыпты сөйлей алмаймын. Мен жаңа сен айтпақшы бірдеңені үйрету үшін тігіп үйренуім керек дейді. Мен ол тақырыпты әлі өзім ойым қалыптастырмасам, просто так ради аудитории айта салуым қиын емес. Бірақ жаңағыда мен ұйықтар алдында өзімді жеймін да, сосын ұйқы бұзылады. Мына жақтағы маған, мен өзім ойланып қалдым шынымен айтқанша, біздің Қазақстанның актерлары типа қалай білуге болады? Неме, точкасы не деген сияқты? Немен өлшенеді ма? Немен өлшенеді, шынымен. Көп медийный адамдар қазір инстаграммен өлшенеді. Вот
неизбежно. галочка бар ма жоқ па? Беда, Иә. беда. Мысалы, даже Россияның өзінде кинотавр бар хотя бы, да, там сериалдардың арасында какой-то фестивальдер бар, жыл сайын болып тұратын премиялар бар. Бізде ондай ештеңе жоқ қой. Мысалы, сен түсесің, и ол саған тек қана подписчик алып келеді да, а вот Біз бір не алдық қой 1.90 мен. Есіңде ма? Тұмар ол телевизор. Тұмар, ай, Тұмар дейді. Ол тоже, видишь, чисто просмотрмен ғана алды да, а сен работа, вот, мен сериалға түстім, менің жұмысым, мысалы, қалай мен персонаж жасадым, қалай роль шығардым, оны кім оценивать етеді деген нәрсе. И мотивация жоқ, и если ондай бір какой-то жүлделер болса, мысалы, жылда ше, там, ең үздік, там, актриса второго плана, там, и сен жұмыс жасайсың ғой кәдімгідей. Сондай болса күшті болар еді. Ақша жоқ оған, биыл дым жоқ. Жоқ, Нұржан, бір не бар еді, бізде кинокритики деген ба, не еді? Выбор критиков. Выбор критиков деген. Тикетонда ғой. Ол тикетонда тоже. Тикетонда емес, кәдімгі бір дербес сондай бір фестиваль бар еді. Я, ол да ақша жоқ болғаннан кейін тоже несе қалды ма? То есть бізде жаңағыдай ғой, бір адамдар отырып оны шешпейді. Шешсе де чересчур жаңа академиктер шешіп кетеді. Ну хотя бы голосование. В основном голосование. Ондай жоқ қой. Жаңа тикетонда голосование ғой. Бәрі айналып келген кезде халыққа тіреледі, халық аз бізде, содан кейін көп нәрсені істей алмайсың. Сондықтан демографияны көтерейік. Нет, не согласна. Егер былай ғой, егер бір нәрсе жоқ болса, оны жасау керек. Неге соны жасамасқа? Мысалға, не согласен дейсің, мысалға, выбор критиков мен 2 жыл ма подряд жүргізгенмін соны. Тегін, өйткені оларда бюджет жоқ, көмектесші дейді да. Жарайды дейсің. И одан кейін, пандемиядан кейін вообще сол ұйымдастыруға да ақша болмай қалды да, ал частниктер қолдағысы келмейді. Өйткені ол массаға арналмаған да, түсінің ба, киноға қызығатын, киноның ішінде киноның марапатына қызығатын адамдарға да, то есть аудитория өте бүйтіп азая береді. Культурно содан кейін қызық емес коммерчески оларға қолдау. А үкіметке это не надо, өзінің проблемасы жетіп жатыр. Шынымен, вот әлі көп культурно не развиты же бізде кішкене народ. Даже разница бар да, мен всегда театрмен салыстырамын ғой. Бізде билеттер сатылмайды ғой. Студенттерді айдап алып барады. Даже билет вообще қарап тұрсың 500 теңге. А қалай басқа елдерде? Бүгін келесі айға продажа ашылды, и все, бір күнде все билеты распроданы. Бүкіл спектакльге. Бір күннің ішінде. И оның өзі сол культураға келеді ғой. Культура. Бір жағынан көрермендерді түсінуге болады да, өйткені барлығы күнде тіршілікте жүр, жұмыс. Арасында барып қайтуға болады, бірақ ондай ойда келіп жатқан жоқ та, өйткені қазір мыналар шешіп алайын, кейін өмір сүрем дейтін. Сондай режимде жүргенде бар, режим отложенной жизни дейді. Да. Сондаймен жүрді, сосын недокультуры болып жатыр да көбісіне. Сондықтан қандай шаруасы болмасын да, соның бәрін сырып қойып келген бүгінгі көрермендерге мен алғыс білдіріп қояйын. Көп рахмет. Рахмет көп. Және сол өзінің шаруасын кейінге қалдырып, бүгін Админанонға қонаққа келген Нұржан, саған рахмет. От души. Алма. Рахмет. Көп рахмет келгендеріңе. Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналына жазылыңдар, лайк, коммент жазыңдар. Келісесіңдер ма, пікірлермен келіспейсіңдер ма, оны да жазыңдар, бірақ жаңағыдай хейттерің буллингке ұласып кетпесін. Келесі кездескенше көп рахмет. Рахмет. Вовремя.